Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі тақырып сіздің инвестициялық сөздігіңізді толықтырып, жаңа білім әкеледі деген үміттемін. Себебі бүгін инвестиция саласындағы сплит және кері сплит деген сияқты терминдермен танысып, оның инвестицияға қандай әсері бар екендігін талдайтын боламыз. Акция сплитке ұшырады, немесе жақында Nvidia компаниясы сплит өткізді деген сияқты жаңалықтарды түсініп, өз пайдаңызға асырғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осындай қызықты тақырыпты алда уақытта көремін десеңіздер, лайк басып, пікір қалдырып, қолдай кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші, сплит терминінің не екендігін анықтаудан бастайық. Сплит сөзі негізі ағылшынша бөліну деген мағынаны береді. Акцияның сплиті компания айналымдағы акциялар санын арттырып, ал бағасын төмендеткен кезде орын алады. Яғни, бір акцияны бірнеше бөлікке бөледі. Нәтижесінде бөлінген акцияның бағасы арзандайды. Мысалы, 2:1 пропорциясындағы сплитті қарастырайық. Сіздің портфеліңізде А компаниясының $300 тұратын бір акциясы бар болды делік. Сплиттің нәтижесінде сіздің портфеліңізде А компаниясының 2 акциясы пайда болады, ал әрбір акцияның құны $150 тұратын болды. Байқағанымыздай, осының нәтижесінде компания әрбір инвестор акциясының санын 2 еселеді, ал әрбір акцияның бағасын төмендетті. Бұл сплиттің пропорциясы әртүрлі болуы мүмкін. Оны байқау үшін нарықта орын алған тарихи жағдайларды қарастырайық. 2024 жылы 22 маусымда Nvidia компаниясы акциясының бөлінетіндігі жайлы хабарлама жасады. Нәтижесінде 6 маусым күні Nvidia акционерлері $1208,8 тұратын бір акцияға иелік еткен болса, келесі 10 маусымда нарық ашылған кезде акционерлер қосымша 9 акцияны иеленді. Ал бір акцияның бағасы $120,8 төмендеді. Бұл жағдайда оның бірге қатынасындай мөлшерде сплит жүзеге асырылды. Тағы бір мысал ретінде 2020 жылы Apple компаниясының 4/1 қатынасында жүргізген сплитті қарастыруға болады. Ол кезде бір акция $500-дан сплит нәтижесінде $125 өзгерді. Инвесторлар бір акция орнына 4 акцияға ие болды. Компания акциясына сплит жүргізуі оның нарықтық капитализациясына ешқандай әсерін тигізбейді. Осыған қарамастан, не үшін компаниялар акцияларына сплит ұйымдастырады деген сұрақ сіздердің көкіректеріңізде туындауы мүмкін. Оған бірнеше себепті бөліп айтуға болады. Бірінші себеп ликвидтілікті арттыру. Төмен бағалы акциялар көп болған сайын, оны сатып алу мен сату жеңілдей түседі. Тиісінше нарықтағы акцияның белсенділігі артатын болады. Келесі себеп қолжетімділікті арттыру. Арзан бағалы акциялардың жеке меншік инвесторларды көптеп қызықтыратындығымен байланысты. Ал компания үшін оның акционерлері әртараптанған болуы маңызды. Үшінші себеп ол нарықта акцияға деген оң көзқарастың туындауына әсер етуі. Компания акциясына сплит өткізу акционерлер арасында позитивті көзқарас тудырады. Тарихи көрсеткіштерге сүйенсек, сплитке ұшыраған акцияның болашақта өсуге әлі де потенциалы бар. Соңғы себеп индекске ену мақсатымен байланысты. S&P 500 сияқты индекстерге ену акция бағасына қатысты бірнеше талаптар қоюы мүмкін. Соның бірі акция бағасының белгілі бір аралықта жатуы болып табылады. Компаниялар акцияға не үшін сплит өткізетіндігін түсіндіңіздер деп сенемін. Енді сплитке қарама-қарсы кері сплит деген терминмен танысайық. Оның мәнін түсіну сіздерге дұрыс инвестициялық шешім қабылдауға үлкен көмегін тигізеді. Сонымен, кері сплит деген не? Ол, аты айтып тұрғандай, сплитке қарама-қарсы әрекет. Бұл жағдайда компания акцияларының бағасын пропорционалды түрде арттырылады, ал орналастырылған акциялардың саны азайтылады. Мысалы, 1:10 қатынасындай түрдегі кері сплит. Сізге портфеліңізде бар 10 акцияның орнына бір акцияны иеленуге әкеледі. Ал сол бір акцияның бағасы 10 еселенетін болады.
нарықта болған кері сплиттерді қарастырайық. Соңғы шулы кері сплиттердің бірі Virgin Galactic компаниясының жүзеге асырған кері сплиті. Ғарышқа туристік сапарды ұйымдастырумен айналысатын компания 20-ның бірге қатынасында кері сплит жүргізді. Сплитке дейін бір акция бағасы 0,60 цент төңірегінде саудаланған болса, кейін кері сплиттен кейін бағасы $11,50 төңірегінде саудалана бастады. Инвесторлар нәтижесінде 20 акцияның орнына бір акцияны иеленді. Тағы бір осындай кері сплиттердің бірін General Electric компаниясы жүзеге асырды. Бұл компания жүргізген кері сплит қатынасы 8-дің бірге қатынасындай болды. Сплитке дейін инвесторларды $12,50 тұратын 800 акция болса, сплиттен кейін инвесторлар бағасы $100 болатын 100 акцияға иелік етті. Енді не үшін компаниялар осындай кері сплитті ұйымдастыратындығын қарастырайық. Оның алуан түрлі себебі болуы мүмкін. Көп жағдайда компаниялар кері сплитті қор нарығында саудаланудан шығып қалмас үшін ұйымдастырады. Мысалы, жаңағы Нью-Йорк қор нарығында саудаланатын Virgin Galactic компаниясы акция бағасы $1 төмендеп кетуіне байланысты кері сплит ұйымдастыруға ұмтылды. Себебі Нью-Йорк қор нарығында егер акция бағасы $1 төмен бағада 6 ай саудаланатын болса, онда акция делистингке ұшырайды, яғни саудаланудан алынады. Сонымен қатар, компаниялар ұзақ мерзімді стратегияны жүзеге асыру кезінде кері сплитті қолданады. Компаниялар сенімді қайта қалпына келтіруді жоспарлаған кезде, компания жағдайын тұрақтандыру үшін, болашақта өсімді қамтамасыз ету үшін ұйымдастырады. Инвесторлар осындай сплит және кері сплит жайлы ақпаратты иелене отырып, өз инвестицияларына қатысты шешімдерді қайта қарастырып, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік алады. Сплит көп жағдайда инвестор үшін позитивті ақпарат ретінде қабылданса, кері сплит керісінше негативті көзқарасты туындатады. Сплит көп жағдайда қымбат акцияны нарықтық дұрыс бағамен сатып алу үшін таптырмас мүмкіндік, және ол көп жағдайда компанияның дамуға деген әлеуетінің жоғарғы екендігін көрсетеді. Ал кері сплит керісінше компанияның қаржылық қиындықтары бар екендігін білдіруі мүмкін. Осылайша, нарық механизмін түсініп, тенденцияларды бақылай отырып, осындай оқиғаларды инвестициялық стратегияңызды жақсарту үшін пайдалана аласыз. Видео сізге пайдалы болды деген үміттемін. Өзіңізге жаңа ақпарат алған болсаңыздар, лайк басып, қолдау ретінде пікір қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Сіздерді келесі видеоларда күтетін боламын. Назар салып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.